13-ші сабақтың жалғасы. Грамматика. Модаль сөздер. Модаль сөздер сөйлеушінің сөйлем мазмұнына көз қарасын білдіретін сөздер. Қазіргі қазақ тілінде модальдылықты толық мәнді есім де, етістік те, көмекші сөздер де береді. Модаль сөздер есімді, етістікті болып екіге бөлінеді. Есімді керек, қажет, тиіс, сияқты, сықылды, тәрізді, секілді, мүмкін, бәлки, бәлкім, әрине, әлбетте, рас, анығынан, шамасы, тәрізді. Етістікті екен, шығар, болар, дейді, көрінеді, білем. 4-ші тапсырма. Төмендегі сөз және сөз тіркестерін негізге алып, осы шақтың түрлеріне мәтін құрастырыңыздар. Өте бай тіл, тәрбиелеудің құралы, мәдениеттің гүлденуі, тарихи қалыптасу, туған тіл, сүйіспеншілік, ұғым, қазақ халқының ғылыми тіл, мемлекеттік мәртебе, мемлекеттік міндет, қарым-қатынас тілі, тіл комитеті, тілдің салалары, ресми тіл, ауызекі және жазбаша қолдану, тілді қолдану мен дамыту, мемлекеттік тілді насихаттау, қазақ тілі, қазақ халқының этникалық тілі. 5-ші тапсырма. Мәтіннен модаль сөздерді табыңыздар, оларды қатыстырып, сөйлемдер құрастырыңыздар. 6-ші тапсырма. Керек, қажет модаль сөздерін тиіс модаль сөзімен алмастырыңыз. Менің Астанаға тамызда қайтуым керек. Сіздің тіс дәрігеріне баруыңыз қажет. Асқарға сіздің пікіріңізді тыңдауына тура келеді. Сіздің деканатқа баруыңыз керек. Менің бүгін үйге ертерек қайтуым қажет. Мен шаршадым, бірақ досымызды вокзалға дейін шығарып салуға мәжбүрмін. Маған жылырақ киіну қажет. Маған ағылшын тілінен көбірек дайындалу қажет. 7-ші тапсырма. Мақал мәтелдерді жаттап, мағынасын түсініңіздер. Басқа таяқ тілден. Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады. Қотыр қолдан жығады, пәле тілден шығады. Қорытынды. Бүгінгі өткен тақырыбымыз қалай аталады? Тау-кен өндірісінде Ұлы Отан соғысына дейін кен қалай өндірілді? Тау-кен өнеркәсібі негізінен Қазақстанның қай жерлерінде дамыды? Екібастұз, Қарағанды, Саранда қандай кен орындары жұмыс істеді? Батыс Қазақстанда, Орал, Ембі аймағында не шығарылды? Үйге тапсырма. 1-ші тапсырма. Жаңа сөздерді толықтырып, жазып сөйлемдер құрастырыңыз. 2-ші тапсырма. Мақал мәтелдерді жаттап алыңыз.
Үшінші тапсырма: мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыздар. Төртінші тапсырма: модаль сөздерді қатыстыра отырып, сұхбат жазыңыз.